бір үзім нан ертегісі. Баяғы заманда кең далада бай мен кедей көрші өмір сүріпті. Екі үйдің арасы бір қадам ғана болса да, олардың жүрегі сондай алшақ еді. Байдың үйі алтынмен апталған күміспен күптелген. Қабырғасы жарқырап, ішіндегі дүние көз қарықтырады. Ал көрші кедейдің үйі шағын ғана қараша там. Төбесі бұтамен жабылған, іші қарапайым. Бірақ ол адал еңбегімен күн көретін, маңдай терімен тапқан бір үзім нанын да қадірлейтін жан еді. Көктемнің бір күнінде аяқасты алапат су тасқыны басталды. Даланы су басып, үйлерді шайып әкете жаздады. Бай қолындағы бар алтынын құшақтап, жақын жердегі биік ағашқа әрең шықты. Ал кедей қойнына бір көмеш нанын салып, сол ағаштың екінші бұтағына паналады. 15 күн бойы екеуі сол ағашта қалтырап отырды. Қарны ашқан бай ақыры кедейге жалбарына бастады. «Әй кедей, мына бір кесек алтынды ал да маған бір үзім нан берші» деді. Кедей болса сабырлы қалыппен «Жоқ, бере алмаймын» деп жауап қатты. Ертеңіне бай тағы сұрады. Бұл жолы алтынның жартысын ұсынды, бірақ кедей райынан қайтпады. Ақыры әл дәрмені құрып, аштан әбден титықтаған бай барлық байлығын беретінін айтты. Алайда кедей тағы да бас тартты. Күш-қуаты таусылған байдың басы айналып, қолы дірілдеп, су тасқынының толқынына құлап кетті. Ал келесі күні тасқын басылып, жер бетіне қайтадан тыныштық орнады. Кедей ағаштан түсіп, бір үзім нанның өзіне өмір сыйлағанын үнсіз түсінді. Содан бері ел арасында алтын, күміс тас екен, арпа, бидай ас екен деген нақыл сөз қалыпты.